Сәлем достар, Балбармақ арнасына қош келдіңіздер. Бүгін біз сіздермен құймақ әзірлейтін боламыз. Құймақтарыңыз өте дәмді әрі жұмсақ жұқа болып шығады. Ол үшін бізге жұмыртқа 4 дана, шекер 7 ас қасық, тұз 1 шай қасық, ұн 400 грамм, сүт 400 мл және қайнаған ыстық су 200 мл қажет болады. 4 жұмыртқамызды араластырғыштың көмегімен осылай араластырып аламыз. Одан соң қалауымызша қант саламыз. Қантты мен 7 ас қасық салдым. 7 ас қасық қант салғаннан кейін әбден араластырып, оның үстіне 1 шай қасық тұз саламыз. Одан соң әбден араластырып аламыз. Оның үстіне бөліктерге бөліп, осылай ұнды салып отырамыз. Осы кезде ескеретін жағдай, ұнымызды салған кезде түйіршіктерін әбден араластырып кетіріп алыңыздар. Достар, егер видео ұнаса, лайк басып, комментарий жаза отырыңыздар. Бұл құймақтың ерекшелігі құрамында ас содасы және де сұйық май жоқ. Осылай араластырып алғаннан кейін ішіне жылы сүтімізді бөліктерге бөліп құйып отырамыз. Дәл осы құймақтың құрамымен менде 30 дана құймақ шықты. Осылай сүтімізді әбден араластырып болғаннан кейін оның ішіне қалған ұнымызды салып жіберіп араластырамыз. Одан соң үстіне қайнаған суымызды құямыз. Осылай араластырып алып 5 минутқа тындырып қоямыз. Содан соң құймақтарымызды пісіруге көшеміз. Ең бірінші табамызды қыздырып алып, оның үстіне шемішкінің майын кішкене құйып, осылай жан-жақтарына жағып шығамыз. Құймақтарымызды дәл видеодағыдай етіп құйып, бір жағын 20 секунд, бір жағын 10 секунд пісіріп аламыз. Табаңыздағы май құрғап кеткен болса, майды тағы да жаға отырыңыздар. Достар, каналға тіркеліп, лайк басып, қоңыраушаны басып қойыңыздар. Алдын ала рахмет.